Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Эфирде еңселі елдің елордасы Астананың айтулы ақпараттарымен таныстыратын Алаштың Астанасы хабар. Студияда Данияр Зиябекұлы. Өткен жұма жаңалықтарына шолуымыз бастаймыз. Бүгін көретіндеріңіз. Ел басқаруға үміттілер қатар көбейіп келеді. Астанада сайлау алды науқаны қызып тұр. Елорда әкімі өткен жылға есеп беріп, келер күндердің жоспарын пысықтады. Астаналықтың үйіндегі Амангелді Имановтың мылтығы аңыз ба, әлде ақиқат па? Қазақстанда сайлау алды науқан қызып келеді. Ел басқаруға үміттілер қатары күн өткен сайын көбейіп, орталық сайлау комиссиясына тіркелгендер саны артты. Бірнешеу қазақ тілі емтиханнан құлап жатса, сынақтан сүрінбегендер жақтаушылар қолын жинауға кірісіп кетті. Осы аптада елбасы Назарбаевта ресми тіркеліп, мемлекеттік тілден сынақ тапсырып, жоғары бағаға ие болды. Астана аязындағы сайлаудың қызығы мен шыжығы туралы келесі бейнематериалдан қараңыздар. Президент бұл бірінші кезекте ел басшысы, мемлекеттің жоғары лауазымды тұлғасы. Іс басындағы президент Нұрсұлтан Назарбаев өз жарлығымен мезгілінен бұрын өтетін президенттік сайлауды 3 сәуір күні деп белгілеген болатын. Үміткерлерді ұсыну құқығы бекітілген тәртіппен тіркеуден өткен республикалық қоғамдық бірлестіктерге, сондай-ақ өзін-өзі ұсынатын азаматтарға беріледі. Президенттікке кандидаттарды ұсыну 2011 жылғы 5 ақпанда басталған болатын. Ұсынылған азаматтардың ішінде екеуі Қайсаров Уәлихан Әбішұлы менен Есжанов Қанат Сабырұлы лингвистикалық комиссиядан өте алмады. Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы, Өтен Сәлім Сағындықұлы, Дуанбеков Мұсағали Сәрсенбайұлы лингвистикалық комиссиядан табысты өтті. Қалған азаматтар тәртіп бойынша лингвистикалық комиссияға қатысатын болады. Сайлауға қатысты көптеген іс-шаралар басталып та кетті. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі шет мемлекеттердің дипломатиялық миссиялары мен халықаралық ұйымдардың өкілдері үшін Қазақстан Республикасы орталық сайлау комиссиясы ұйымдастырған брифинг өткізді. Қазақстан Республикасы президентінің кезектен тыс сайлауында шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері еліміздің Сыртқы істер министрлігі таратқан тіркеу туралы куәлігін көрсету арқылы сайлаудың барысын байқай алады. Халықаралық байқаушылар мен шетелдік журналистер жеке куәлігі болған жағдайда аудармашылармен бірге жүруге құқылы. 39 алыс және жақын шет мемлекеттердің өкіліне орталық сайлау комиссиясының төрағасының орынбасары Владимир Фос сайлау науқанының барысы бойынша хабардар етіп, сұрақтарына жауап берді. Сайлауды бақылау жөнінде Европа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, сонымен қатар ТМД елдеріндегі бақылаушы органдармен бірлесе қызмет етуге ниет білдіріп жатырмыз. Бірақ әлде жоғарыда айтқан бақылаушы органдарды тіркеу жөнінде мемлекеттерден Сыртқы істер министрлігіне арнайы хабарлама келген жоқ. Күтіп отырмыз. Бүгінде елбасының кандидатурасын қолдаушылар қатарына кәсіпкерлер де қосылды. Бизнесмендер қай елде болса да, олар ең алдымен тұрақтылықты қалайды. Кәсіпкерлер ең алдымен осы тұрақтылыққа мүдделі. Ал біз өзіміз тарапымыздан біздің елімізге, біздің экономикамызға тұрақтылық беретін деген осы Нұрсұлтан Әбіш Назарбаев. Сондықтан біз бұл кандидатураны әрине екі қолымен қолдаймыз. Қазақ елінің осы күнгі жеткен жетістіктерін тікелей Нұрсұлтан Әбішұлының сындарлы саясатымен байланыстырып, бүгінгіге шүкірлік ете отырып, болашақ жоспарлардың іске асуына ниеттес екендіктерін білдірді. Бұл қала туралы көптеген кино түсірілді. Бұл қала туралы қаншама шығарма, жыр-дастандар жазылды. Бұл қалада қазақ еліндегі әрбір отбасының әлеуметтік жағдайын қарастырудан бастап, әлем татулығы мен қауіпсіздігі талқыланады. Осы аптадағы бас қаланың әкімі Иманғали Тасмағамбетов елорданың өткен жылғы тыныс-тіршілігімен таныстырып, қала тұрғындары алдында ресми есеп берді. Сонымен Астана халқы 2013 жылды қалай өткізді? Әкімнің есебін тыңдасақ. Елорда тұрғындары алдында 55 минут сөз сөйлеген әкім Тасмағамбетов 2010 жыл атқарылған жұмыстардың есебін беріп, келешекте іске асырылуы тиіс жоспарлар барысымен таныстырды. Бас қаланың экономикасы 7% өсіп, астаналықтардың орташа айлық жалақысы 106 мың теңгеге жеткен. Астанамыздың өткен жылға әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіші жаман болған жоқ. Бірқатар өзекті мәселелердің түйін тарқатып, талай шаруаның шешімін таптық.
Шешімі табылған мәселелер цифрмен айтсақ, тұрғын үй құрылысы мемлекеттік бағдарламасы аясында өткен жылы 2113 азамат қоныс тойын тойласа, үстіміздегі жылы 3499 астаналық жаңа баспанаға ие болмақ. Халықтың хал ахуалын жақсарту мақсатында 2010 жылы қала бюджетінің 40% әлеуметтік салаға бағытталыпты. Сонымен қатар 11.000 орындық 50 балабақшаның саны бой көтеріп, халық игілігіне берілген. 2011 жылы 8775 орынға лайықталған 17 мектепке дейінгі мекемеске қосылады. Ағымдағы жылы қалада жаңа 3 мектеп оқушылар қабылдаса, 5 орта оқу орнының құрылысы басталмақ. Инфрақұрылым жоспары бойынша емханалар саны денсаулық сақтау саласындағы өзекті мәселе. Қала халқының саны 800 мыңға жуық, яғни 2 есеге артық қызмет көрсетуде. Сондықтан бізде қолданыстағы 9 емханаға қосымша 10 емхана қажет. Бүгінде Астана халқының демографиясы қарқынды даму үстінде. Астаналықтар саны жыл сайын 50 мың азаматқа толығып отыр. Оған қоса елордамызда кешегі жылы 17 мың сәби дүние есігін ашқан. Елорда әкіміне тұрғындар қаланың күйбің тіршілігіндегі саны olan сауалдарын жолдады. Астаналықтарға тұрғын үй, азық-түлік бағасының өсуі, жол қатынастары, қоғамдық көлік өзекті болып тұр. Сонымен қатар, қала маңынан жер телімін сұрағандар тиісті жауабын алды. Осы 3 жылдың ішінде бір жер телімін берген жоқпыз. Аяғандықтан емес, жақсы түсін айналайын. Мен де сен сияқты қазақтың баласымын. Сондықтан мен де ауылдан шыққанмын. Мен де кезінде қалаға келгенмін. Баспанам болмаған кезінде. Бірақ біз қазақтың баласына бір 7 сотық жер тілімін беріп тастап, қалай тұрсаң солай тұрдуға болмайды ғой. Ол қалаға келгеннен кейін қаланың барлық беріп жатқан жақсылығын да, жағдайын да сол тұрғыны сезу керек. Астана қаласында ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай 5000 кісілік орталық мешіт, Қазақстан тарих мұражайы, оқушылар сарайы мен жаңа теміржол вокзалының терминалы қолданысқа беріледі деп күтілуде. Қала тұрғындары әкімінің жылдық есебінде тіл мәселесінде тілге тиек етті. Мемлекеттік тілді қолдану аясында денсаулық сақтау министрлігінде бұйрықта жасады. Онымен жұмыста жасап жатырмыз. Бірақ негізінде өздерінің жоғары ұйым болуын көрсете тұра, соны пайдалана тұра ұйымдар бар. Мемлекеттік тілді қолдану аясында берген сұрауға әрқашанда немқұрайлы қарайды. Қазақ тілі қай жерде болмасын пайдалану мәселесі сізбен бізге байланысты. Егемендігімізге 20 жыл. Сондықтан біртін болмағанмен тиянақты кәдімгі тілге деген қызмет жасауымыз керек. Бір ғана мысал келтіремін сізге. Мен бана өз баяндамамда айтып кеттім, қалада 50 балабақша ашылды биыл. 50. Сол балабақшаның бәрі қазақ тілінде. Біз бұнымен басқа ұлтты кемітіп атқан жоқпыз. Осы іспен біз жағдай жасап жатырмыз. Өйткені олда барған басқа ұлттың балдары бірге ойнап жүріп, қазақ тілін жақсы үйренеді. Астана әсем сәулетті әкімшілік ғимараттарымен ғана емес, келбеті көз тартар мәдениет ошақтарымен де көрікті. Ел тәуелсіздігінің символы іспеттес Тәуелсіздік сарайы солардың бірі. Тәуелсіздік сарайы мемлекеттік, халықаралық, саяси жиындар мен форум конференциялар өтетін еліміздегі ең ірі зәулім сарай. Сәулет әсем құрылысы күрделі сарайдың белгілі және белгісіз тұстарын келбетімен көрікті айдардан қараңыздар. Астананың жаңа алаңы Қазақ елі монументі маңында ел мақтанышына айналған сәулет өнердің сәтті туындысы әсемдігімен көз тартар Тәуелсіздік сарайы орналасқан. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың идеясымен бой көтерген зәулім сарайдың алғашқы кірпіші 2007 жылдың желтоқсан айында қаланып, 2008 жылдың қыркүйегінде құрылысы толық аяқталған болатын. Құрылыс құны 12 миллиард 312 миллион теңгені құраған ғимараттың жалпы аумағы 51.515 мың шаршы метрді алып жатыр. Тәуелсіздік сарайы елбасының қатысуымен 2008 жылдың 15 желтоқсанда тәуелсіздік мерекесіне орай салтанатты жиында ресми ашылып, халық игілігіне берілді. Сарай үстінде ұлттық киіз үйдің керегесі іспеттес металл конструкциясы сұлулығы мен ұлттық сәулет өнерін көрсетіп тұр. Ірі мемлекеттік халықаралық жиындар мен бизнес-форум конференциялар өтетін алып нысан 3 қабаттан тұрады. Кіреберіс фойе мен бірінші қабат түгелдей ұлттық және батыс стильдерінің сәтті үйлесімінен туған. Ақ мәрмәр, хрусталь шынылар, ою өрнекпен безендірілген ағаш, төбедегі витраждар оюларын қайталайтын еденге төселген жұмсақ кілемдер көріктендіре түседі.
Бұл Тәуелсіздік сарайының конгресс залы, сыйымдылығы 3100 адамға арналған. Бұл залдың бір ерекшелігі жылжымалы қабырғалар арқылы төртке бөлінеді. Некелеріңіз жылжымалы қабырғалар. Осы қабырғалар арқылы 4 кіші залдарға бөлінеді. Яғни әрбір зал 700-ге дейін адам қабылдай алады. Бірнеше бөлікке бөлінетін залда көрші залда өтіп жатқан кез келген шараның дыбысын өткізбейді. Залды қажеттілігіне орай 2700-ден бастап 60-70 кісіге лайықтап беруге мүмкіндігі бар. Залда рельспен бөлетін жылжымалы қабырғалар арнайы орында жиналып тұрады. 4774 шаршы метр конгресс залында бірнеше аудармашылар бөлмесі, жиналмалы 4 дисплей орналасқан. Биіктігі 14 метр, ені мен ұзындығы 70-70 метрді құрайтын залды жиындар барысында ішкі қауіпсіздігінің сақталуын қабырғаларға ілінген бейне камералар қамтамасыз етеді. Алдарыңызда тұрған жарықты, осы рәсімдеу залының жарығын басқаратын құралғы, яғни сенсорлық пернелер арқылы жарықты күшейтеміз және азайтамыз. Заманауи техникамен толық жабдықталған сарайдың конгресс залына келушілердің кіріп шығуы ыңғайлы болу үшін 14 қос есік іске қосылған. Мына есіктер осындай 14 қос есіктен тұрады. Осы есіктер қазіргі заманға және қазақтың ұлттық ою-өрнегімен нақышталған. Есіктің сабы ішкі жағы алтын түстес және сыртқы жағы күміс түстес. Қонақтар залдан фойе арқылы 670 адамға арналған мейрамханаға өтіп тамақтана алады. Келушілер санына сәйкес ықшамдалатын мейрамхана терезесі арқылы сарай сыртындағы фонтан сарқырамасы керемет көрініс береді. Конгресс залының қос қапталында да ұлттық және заманауи стиль үйлесімділігі негізінде өте көркем әспеттелген фойе тынығу залдары орналасқан. Бірінші қабатта ресми жиындарда есігін айқара ашып қызмет көрсететін 290 кісілік рәсімдеу залы мен әлемнің шартарапына хабар таратуға барынша жағдай жасалған баспасөз орталық қарастырылған. Сонымен қатар президенттік қабылдау бөлмесі мен мәртебелі меймандар жиыны өтетін 24 орындық сопақша зал орын тепкен. Сопақша зал жоғары дәрежедегі екі жақты және көп жақты кездесу келіссөздер зал есептеледі. Сопақша залдың қабырғалары қазақтың ою-өрнектерімен өрнектеліп, еденге төселген жұмсақ кілем ұлттық қол өнердің келбетін көрсетіп тұр. Сарайдың екінші қабатында ауданы 7022 шаршы метрді алатын көрме бөлмелері бар. Ғасырлар тұңғиығы, дәстүрлер таңбасы, замандастар жолдауы, жұлдызды көшпенділер атты көрмелер қазақ елінің ертеден бүгінге дейінгі тарихынан сыр шертеді. Көненің көзінде болған сонау сақ мәдениетінен бізге жеткен осы әбзелдері 1998 жылы Зейнолла Самашев атты әйгілі археологтың бастамасымен Берел қорғанынан табылған. Шығыс Қазақстан жылы Ойыл ауданында Берел ауыл маңында табылған. Осындай совещание, съезд дейміз, форум дейміз, осындай отырыстан кейін адам екінші этажға көтеріліп демалуы мүмкін. Тәуелсіздік сарайының 3-ші қабатында елордамыз Астананың тарихы мен қалыптасу кезеңдеріне арналған Астана бүгін кеше ертең атты мұражай жайғасқан. Сонымен бірге 4G форматында Астана дамуы туралы фильмдер көрсететін 45 орындық кинотеатр мен 128 кісілік дәмхана орналасқан. Зәулім сарайдың тағы бір мақтанышы Астананың 2030 жылға дейінгі бас жоспарының үлкен макеті орналасқан. Оңтүстік кореялық модель парк компаниясы жасаған қала макеті 1:600 масштабында дайындалған. Пирамидаға қарама-қарсы Тәуелсіздік сарайы. Тәуелсіздік сарайының оң жағында Шабыт өнер институты орналасқан. Осы өнер институтының жанында орталық жаңа мешіт салынып жатыр. Құрылысы қарқынды түрде жүріп жатыр. Тәуелсіздік сарайында Аллаға 5 уақыт құлшылығын жасап, намаз оқитын жамағатқа да барынша жағдай жасалған. 2 намазхана бөлмесіне кілем төселіп, жайнамаз жайылған. Сарай басшылығы Қазақстанның төрағалығы аясында Ислам конференциясы ұйымының жоғарғы жиынына да сақадай сай отыр екен. Өйткені сол форумға қатысатын мүшелері, сол форумды ұйымдастыратын адамдары, мысалы Малайзиядан келіп жатыр, мұсылмандық елдерінен келіп жатыр. Келіп біздің ғимаратты қазірден бастап, ғимараттың техникалық мүмкіншілігін қарап, зерттеп келіп жатыр. Исламдық форум болғасын, оған қатысатын адамдардың бәрі де мұсылман елдерінен. Сондықтан әрине соншама келетін адамдарға мүмкіншілік жасау бізге міндет. Олардың ең бірінші талабы жаңа осы ғимараттың ішінде келген адамдар намазын қалай оқиды. Бірақ та оның бәріне де мүмкіншілік бар. 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліс атауымен белгілі оқиғаның Торғай өңіріндегі жетекшісі Амангелді Иманов халық қаһарманы. Тарихи тұлға еркіндікке,
Тәуелсіздікке ұмтылған қазақ күрескерлерінің бастапқы толқындарының бірі. 16 жылдан сыр шертетін көтерілістің хақ ортасында болған тарихи оқиғаның бір бөлігі бүгінгі күнге дейін сақтаулы. Күрескер Амангелді Иманов ұстаған мылтықты жәдігер айдарынан қараңыздар. Қазақ мүддесін қорғаған белгілі тұлғалардың бірі Амангелді Иманов бастаған ұлт-азаттық көтерілістен сыр шертетін жәдігер Жетпісбай қажының үйінде сақтаулы. Торғай жерінен бірер жыл бұрын көшіп келген атамыз өзімен бірге тарихи мылтығында арқалай келген екен. Торғай өңірі 1916 жылғы көтерілістің ірі орталығы. Кезінде патша үкіметіне қарсы толқулар болған орталықта мыңдаған қазақ шаруалары біріккені белгілі. Солқылдақ саясатқа қарсы тұрғандардың ішінде Жетпісбай қажының әкесі Нұржүсіп те болған екен. Олайша енді өзім көзім көрген кісілер айтады, жаман кісі болған жоқ дейді. Тік айтатын, тура айтатын, оның сол кісінің өзінен қалған бір белгі, бір мылтық сол кісінің қолына болған. Енді шешеміздің айтуы бойынша бұл мылтық Амангелді Иманов жаңағы 16 жылғы көтерілістің қолбасшысы сол кісінің қолында болған. Сол кісі ұстаған, сол кісі біздің шалға берген дейді. Аңшы мылтық, соғыс мылтық деп бөлмейтін кезі ғой жаңағы. Бұл негізгі сол қан соғыстарға қатысқан мылтық. Сосын мына жерде бір арабша, парсша дейді, жазулары бар. Мылтықты зерттеген біраз адамдар жазудың өшіп қалуына байланысты мылтық бойындағы жазуды толығымен оқи алмаған. Үйге келген қонақта, кішкене балалар да қызығып, мылтықты қолдарына ұстай бергендіктен жазудың бір бөлігі жоғалып қалған. Әкесінен қалған тарихи мұраны сақтап келе жатқан Жетпісбай ата бұл тек зат қана емес, тұнып тұрған тарихтың бір белгісі деп балаларына, одан кейін немерелеріне ұлағат етіп жүр. Біз көрдік. Жаңағы намаз оқыған, дінге берілген адамдарды көрдік. Отан соғысында жаңағы мүшелерін беріп келген, жаңағы бір отбасынан 4-5 өліп кеткен кездері болды. Соларды да көрдік. Қажы бабаларымыздың қайсарлығын, батырлығын кейінгі ұрпаққа насихаттап жүрген ақсақалдардың бірі. Жастардың бойына патриоттық сезімді тарихи оқиғалармен ұштастырып отыру арқылы саналы ұрпақты тәрбиелеуге болады деген сенімде. Енді қарап отырсаң, енді мына кішкентай жағы 2 жастағы немерем бар. Намаз оқимыз десең болды, менің жай намазымыз, тәсбихім, тақиям бәрін түгел алып келеді. Өзі менің жанымда тұрады жаңағы, Аллах құр деп. Ал ата не істейді десең, Аллах құр деп айтады дейді. Ал кейбір жерлерде бір құрдастардың балалары, кішкентай осындай оқулар, столдың басында отырған уақытта стақан іздейді, стақан соғыстырып жүреді. Яғни тәрбиенің түрі сол. Солай кете береді жаңағы. Сондықтан тәрбиені өзімізден дұрыстауымыз керек. 48 жасында намазға тұрған Жетпісбай атамыз Ықылас сүресін 7 жасында анасының көмегімен үйренген екен. 2007 жылы Меккеге қажылық сапарына барып қайтқан Жетпісбай ата ислам құндылықтарын немерелерін бойына сіңіріп, қазақи тәрбиені де дарытып отыр. Өміндердің ең толық имандысы, ең көркем мінезділері мен өз отбасына өте жұмсақ болғандар деген өз хадисінде адамзаттың асылы Мұхаммед пайғамбарымыз, Алланың оған сәлем мен игілік болсын. Алланың разылығы үшін шаңырақ көтеріп, бір-біріне қуаныш сыйлап, сүннетке сай өзара көркем қарым-қатынаста ғұмыр кешіп жатқан олар Астанадағы бақытты мұсылман отбасыларының бірі. Бақытжан Мұқтаділұлы мен Ақбөпек Қанат қызы Алланың қалауымен 9 жыл бұрын Шымкент шаһарында шаңырақ көтерген. Бас қосып қол сасқанша бір университет, бір топта қатар отырып, білім нәрімен сусындады. Бүгінде Алланың берген бір ұлын тәрбиелеп отыр. Жас отбасының астаналық атанғандарына 2 жылдың жүзі болыпты. Астананың Сарыарқаның аясында да алғаш келген адамдарға біраз қиыншылық тудыруы мүмкін. Енді дегенмен де біз оңтүстік жылы жақтан келдік. Бірақ Құдайға шүкір осындағы медреседегі басшылығымыз тарапынан, ұжым тарапынан сондай бір керемет жақсы ұжыммен жолықтық. Осында мұсылман жамағат, мұсылман ағаларымыз, бауырларымыз дегендей солар бір жылы шырай танытып, сол иманның, діннің арқасында бір-бірімізбен бауыр болып, ағайын туысқан болып кеттік. Соның арқасында болса керек, бұл Сарыарқаның қатты аязында сезінбедік. Ең басты жүрек жылуы, иманның жылуы дейді ғой бір-бірімізге деген имандылық, діни сүйіспеншіліктен бір-бірімізден бауыр болып тез сіңісіп кеттік деп айтсақ болады. Құдайға шүкір.
Алла разылығы үшін қызмет ететін екеуі жұмысқа да бірге келеді. Отағасы Астана медресесінде ұстаздық етсе, келіншегі Ақбөпе Нұр Астана мешітінің әйелдер жамағатына дәріс өткізеді. Араб тілін үйренем дегендердің тілін машықтырады. Қасиетті Құран кәрімнен сауат ашу сабағын жүргізіп, болашақ қарилар дайындайды. Ұстаздықпен қатар ұлы Ихсанға Алла алдындағы хақысы имани тәрбие беруде де басты міндетінен бір сәт шығармайды. 4 жасар Ихсанды ислами құндылықтармен тәрбиелейтін балабақшаға берген. Ұлы мұнда әліппе танып, құрдастарымен қатар ислами тәрбие негіздерін бойына сіңіріп өсіп келеді. Дін жолында қызметінде отбасы қамын қалт жібермейтін Ақбөпе Қанатқызы отағасы жұмыстан ұлы балабақшадан оралғанша асын әзірлеп, дастарханның берекесін келтіріп отырады. Алланы ұлықтап, егер сондай бір ниетпен сіз дайындап, Аллахым осы берген нығметтің күш қуатымен өзіңе ғана ғибадат етуді, өзіңнің жолында ғана сарп етуді, қайырлы істерді сарп етуді нәсіп ете көр деп дұға етіп жасағаныңызды, әрине оның ішінде міндетті түрде Құрайш сүресін оқимыз. Құрайш сүресінде Құрайш тайпасына берілген нығметтер жайлы айтылады. Бұл жайлы Құрайш тайпасына ғана емес, бүкіл мұсылман үмметіне, мұсылмандарға, адамзатқа берілген нығметтерді еске түсіретін болғандықтан, осы бір сүрені әрқашан дұға етеміз. Ассалаумағалейкум. Қалай келдіңіз? Детский садтан не істедің? Отбасы бір жағынан қиын көрінгенмен де, екінші жағынан оңай жүйе. Алла тағала адамзатқа екі дүниеде де бақытты болудың кілтін ұсынған деген Ақбөпе Қанатқызы Алланың әмірін орындап шаңырақ көтергендер ең бақытты отбасы атанады деп біледі. Әйел баласының негізгі құтты мекені ол үйінде әрине. Өйткені үйінің шаруасын бітіріп, өзінің білімін толықтырып, бала шағасына жақсы бір білім беріп, олардың көңілінен шығатын азық дайындап, халал азық дайындап, үйінің берекесін келтіріп отыр, ол тікелей әйелдің міндеті болып табылады. Бірақ қазір біздің таңда білесіз, Қазақстанда мынандай оқыған, білімді кісілерге, әйел кісілерге мұқтаждық өте көп. Осы бір үлкен жауапкершілікті түсіне отырып, әуел бастан мен отбасы құрып жатқан кезде жолдасымыз екеуміз осылай келіскен болатынбыз. Пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлем болсын, өз хадисінде адам баласы қайтыс болғанда оның іс-амалы тек 3 нәрседен ғана тоқтамайды. Бір уақытпен шектелмеген сауабы тоқтаусыз садақа, өзіне дұға ететін ізгі перзент және өзінен кейін пайдаланатын ілім деген. Ислам қағидасымен қазақы тәрбие негізінде өсіріп отырған Ихсанға ата-анасы Құран сүрелерімен дұға тілек жасаудың әліппесін үйрете бастаған. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул Аллаху хада, Аллаху хада, Аллаху самада, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Баланы еркін өсіру керек белгілі бір жасқа дейін. Ғалымдар дәлелдеген, осы 6-7 жасқа дейін бала жақсы нәрсені де, жаман нәрсені де алып үлгереді екен. Біздің ойымызша, көп ата-ананың ойынша, біз баланы есі кірген соң тәрбиелегіміз келді. Ол көштен қалып кеткенбіз, аларын алып қойған бала кеш қалып жатамыз. Қазір 4 жасынан кішкене қиын келеді, өйткені біраз еркелігі бар, біраз балалығы бар. Бірақ дегенімен де әрбір берілген нығметтің, әрбір жасалған сыйлықтың Аллах Тағала тарапынан оның кәламын жаттаған үшін берілген сыйлық ретінде әрқашан санасына сіңіргеніміз үшін өзі қуана-қуана жаттайды. Енді қазір сол ілімнің басына келе жатырмыз. Иншалла келешекте баламды қари қылам деген бір ойым бар. Иншалла Алланың разылығы үшін. Өйткені пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның хадистері бар. Баласы қари болған ата-анасына қияметте тәжі кигізеді дейді. Ұстаздық жолындағы екі жастың өмірлік мақсаты Алла қуат берсе өз замандастары мен өскелең ұрпаққа хақ исламның тура жолы мен дін білімінің терең тағылымын насихаттаумен қатар өз өрендер Ихсанды да сайлық перзент етіп тәрбиелеудің жолында аянып қалмақ емес. Отағасы елімізде жас ұрпақ тәрбиесіне аса қажет ислами, ұлттық әдістемелік оқу құралдары жоқтың қасы деп қынжылады. Көбінесе кейбір еңбектер, мысалы айта кеткен жөн, араб тілдерінен, парсы тілдерінен деген сияқты, түрік тілдерінен аудармалар бар. Ол да бір аудармамен шектеледі. Біздің Қазақстанда қазақ
ата бабамыздан келе жатқан менталитетке сәйкес келмей жататын тұстар бар, оны айтқайын. Сол үшін бізге осы ғалымдардың құнды еңбектерінен пайдалана отырып, бірақ қазіргі біздің өзіміздің қазақтың менталитетіне сәйкес келетін, мәдениетімізге сәйкес келетін, және қазіргі заманға кішкене сәйкес келетін құнды еңбектер, бала тәрбиесі, отбасы жөніндегі еңбектер жазылу керек деп ойлаймын. Ата дініміздегі әрбір игі амал Аллаға құлшылық саналады. Оның ішінде отбасының мұсылмандық ұрпағының имандылық жолында тәрбиеленуі маңызы есептеледі. Себебі Алла тағала алдында отбасымыздағы амалдарымыз үшін алдымен сұраламыз. Отағасы ихсанды жақсы істерге үгіттеп, бой үйреткізіп келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да дөп басып осы нәрсені айтқан. 7 жаста келген кезде бала намаз оқуды үйретіңіздер дейді. 10 жасында намаз оқымаса баланы ұрып оқытыңыздар дейді. Ол баланы ұрған деген кезде ұрудың да жөні бар. Жай белгілі жаңағыдай шапалақпен, жаңа белгілі бір жеңіл түрде жаңа жазасын беру керек. Бірақ осы бала келешекте үлкен осы тәрбие жаңағыдай намаз оқытып тәрбиелейтін болса, келешекте үлкен сол сабағын алады. Баланы дұрыс тәрбиелейміз деп ойлаймын. Бақытжан аға мен Ақбөпе жеңгеміз бірер жыл бұрын Алланың шақыруымен қасиетті Қағбаны тәуіп етіп, қажылық сапарын атқарған. Мекке Мәдинедегі күндерді еске алған сайын қайта барғымыз келіп сағынып тұрамыз деген Ақбөпе жеңгеміз Алла тағалаға әрқашан шүкірлігін айтып, жалғыз жаратқаннан дұғасын үзбейді. Хазіреті Абу Бакр радиаллаху анхтың айтатын өте керемет бір дұғасы бар. Соны әрқашан біз қайталауды жалықпаймыз. Уа Раббым, мен сені ұмытсам да, сен ешқашан мені ұмытпа дейді. Өйткені Аллах тағала бізді ұмытпай, бізді назарында алып отыратын болса, біз ешқашан хидаяттан басқа жолға түсуімізге жол бермейді. Хабарымызды ислам әлеміндегі ақпараттармен жалғастырамыз. Ресейде тұңғыш ислами телеарна жұмысын бастады деп хабарлайды Ресей муфтилер кеңесінің төрағасы Ғазірет Равил Ғайнуддин. Мақсаты халыққа ислам дінінің асыл құндылықтарын түсіндіріп, жамағатты тура жолға шақыратын телеарнаның негізгі өнімдері ағартушылық бағытта болмақ. Тұңғыш ислами телеарна алдағы уақытта спутниктік желіде қызмет көрсететін болады. Канада мемлекетінде 20 жылдан кейін мұсылмандар саны 3 есеге өсуі мүмкін. Бүгінде Канададағы мұсылмандар саны 940 мыңнан асады. Pew Forum зерттеу орталығының мәліметінше, Алла қаласа 2030 жылы аталған мемлекет халқының 6,16% немесе 2,7 миллионы мұсылмандар болуы бек мүмкін. Үндістанда сыйымдылығы 25 мың адамға арналған ең үлкен мешіт бой көтереді. Құрылысына 400 миллион рупий жұмсалатын мешіт ауданына 12 акр жер бөлінген. Мешіттің бас сәулетшісі Рияз Мұхаммадтың жоспарына сәйкес ғимараттың жалпы ауданы 8 акрды құраса, 4 акрында жасыл бақ жайқалады. Сонымен қатар ғимарат кешеніне ғибадат бөлмелерінен бөлек 1000 адамға семинар өткізетін аудиториялар мен кітапхана тағы басқа қосымша бөлмелер кіреді. Хабарымызды ел ішіндегі мерзімді басылымдарға шолумен жалғастырамыз. Ұлт, руханият, дін тақырыбына қалам тартқан басылымдарды Нұрсерік Хабидаш таныстырады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. ақш ислам әлемімен байланысын Қазақстан арқылы тереңдетпек. Елімізге жұмыс сапарымен келген ақш президенті Барак Обаманың ислам конференциясы ұйымы жанындағы арнайы уәкілі Рашад Хусейн осылай деп мәлімдеді. Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығын сәтті атқарған еліміздің ислам конференциясы ұйымына жетекшілік етуінен әлемдік қауымдастық үлкен үміт күтіп отырған көрінеді. Қазақстанның мемлекеттік хатшысы, сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевпен кездескен Америкадағы мұсылмандар диаспорасының құрметті мүшесі саналатын Рашад Хусейннің не туралы сөйлесіп келіскендерін білгіңіз келсе, Айқын газетінің соңғы нөмірін оқыңыз. Автор Хусейннің мәлімдемесін мақалаға тақырып етіпті. Жас Қазақ газетінің соңғы санында Тоқтар Жақаштың сектадан садақа деген мақаласы шықты. Автор мұнда күн көру үшін сектанттардың суымен кіріп, отымен шығуға мәжбүр болған Талдықорған қаласының тұрғыны Кенжебике Қартбаева жайлы әңгімелейді. Табысы үй жалдап тұруға жетпеген соң, 3 немересімен қызын ертіп сектанттардың шіркеуінде тұрып жатыр.
Жағдайы нашар отбасы 6 жылдан бері пәтер тізімінде тұрғанымен үкіметтен үй алуға үмітін үзген. Ал өсіп келе жатқан 3 бала әлімсақтан дінім ислам, пайғамбарым Мұхаммед деп өткен бабаларынан өзге болып шығама деген қорқыныш бар. Бұған дейін де талай рет жазылып, талай рет айтылған жайдың жаңғырығы Егемен Қазақстан газетінен де шықты. Басылымның 40-шы санында сектанттардың мақсаты не деген тақырыппен Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Батыс Қазақстан облысы бойынша өкіл имамы Смайыл Сейітбековтің мақаласы жарық көрді. Автор мынадай деректер келтіреді. Ақпатшаның тұсында қазіргі Батыс Қазақстан облысы аймағының өзінде 144 мешіт болған. Яғни аталарымыздың мақсаты 170 үйге бір молда тағайындау арқылы өсіп келе жатқан жас ұрпақтың бойына имандылық тәрбиесімен қатар ізгілік нұрын ұялату болатын дейді. Ал иманы берік ұлтты сырттан да іштен де жау алмайды. Қазіргі таңда елімізді еркін кезіп, иманы әлсіреген жұртты өздеріне бұрып жатқан сектанттардың әрекетін имам 6-ға бөліп қарастырады. Қоғам діннен, имандылықтан алшақтаса, рухани азғындық басталмай ма? Қазақ басылымдарын оқып, қазақша сөйлесейік ағайын. Аллахтың сіздерге сәлемі болсын. Астана қаласынан умра сапарына баруды ниет еткендер алдымен Алматыға жетуі тиіс. Ұшақпен жету құны 24 мың, пойызға мінгендер 4-10 мың теңгеге билет алады. Алматыдан умра сапарына аттанушылар Абу-Даби және Жидда бағыттары бойынша жол жүреді. Бұл аралықтың орташа құны 120-140 мың теңге болса, виза, қонақ үй қызметі, көлікпен тиісті орынға жету ақысы орта есеппен $1600 шамасында. Умра сапарына асығыңыздар. Умра сапарына қамданған бауырларымызға ақ жол тілейміз. Жұмада жүздескенше жамағат. Алла жүрекке иман, іске береке берсін. Алланың сіздерге сәлем болғай.